Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында бауырды тазалаудың бірнеше әдістері туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бүгінгі таңда бауыр ауруына шалдыққан адамдардың саны күн санап көбейіп келеді. Бір стакан таза суға лимонның тең жартысын қосып ішсеңіз, лимон шырыны бауырыңыздағы барлық зиянды, зәрлі уытты шығарады. Сарымсақ пен жуаны жиі жеуге тырысыңыз. Оның бауырыңызға әсері мол. Өйткені сарымсақ пен жуаның құрамында ағзадағы артық заттарды сыртқа шығаратын пайдалы элементтер бар. Сонымен қатар бактериялардан да оңай құтыласыз. Брокколи, болгар бұрышы, құлпынай, лимон, түрлі түсті орам жапырақ, жасыл бұршақ, апельсин, қызанақ, бүлдірген, жалбыз, аскөк, қырыққабат, саумалдық, балдыркөк, грейпфрут секілді С дәруменіне бай жеміс-жидек пен көкөністерді көбірек тұтыныңыз. Бақбақ жапырағын шайға немесе салат пен сорпаға қосып ішуді ұмытпаңыз. Әрине, саябақта өсіп тұрған бақбақты жұлуға болмайды, бірақ өзіңіздің бағыңызда болса, оны міндетті түрде жинап алғаныңыз дұрыс. Үнді тағамдарын дайындап үйреніңіз. Олар өте дәмді және тағамдарының басым көпшілігінде куркума болады. Оның сіздің ағзаңызға пайдасы көп. Сонымен бірге бауырыңызды да түрлі аурулардан қорғайды. Әр күні бауырымызды тазалап, ас қорытуды жақсартқымыз келсе, жылы сумен қосып лимон суын ішкеніміз абзал. Бір стакан лимон араласқан жылы су аш қарынға ішілсе, асқазандағы токсиндерді жоюға көмектеседі. Метаболизмді дамытып, сау ас қорытуды жақсартады, іш қатудың алдын алады. Авокадо әлемде саулық пен сұлулық үшін қолданылатын жеміс. Бауырды галактозамин және басқа да токсиндерден қорғайды. Ал куркума қабынуды кетіретін дәмдеуіш, рактың алдын алып, бауырды қорғайды. Бауырды тазалап қана қоймай, метаболизмді түзейді. Бауырды тазалаудың ең жақсы жолдарының бірі күн сайын 6-8 стакан су ішу. Бұл сондай-ақ бүйректі де тазартып, арықтауға да сеп болады. Адамның тәні әрқашанда дымқыл қалуға тиіс. Бұл үшін мол су ішу қажет. Тазартылған ұн, қант сияқты өнімдерден аулақ болуға тиіспіз. Себебі бұндай өнімдер тікелей бауырды майландырады, әрі холестеринге толтырады. Бұндай тамақтарды көп тұтыну адамның қарнына, санына, жауырынына, мықынына май топтастырады. Бір түп сарымсақтың өзінде жоғары емдік қасиет бар. Ол иммундық жүйені күшейтіп, тәндегі бактериялар мен вирустарға қарсы тұрады. Сарымсақтың құрамында сондай-ақ сульфид бар. Ол бауырды тазалайтын ферменттерді қалыптастырады. Ал брюссель капустасы азық ретінде қолданылмаса да, денсаулық сақтауда шипасы мол. Ішінде маңызды сульфидті глюкосинолаттар адам ағзасынан токсиндер мен улы заттардың шығуын қамтамасыз етеді. Көк шай бауырды тазалайтын тамаша өсімдік болып табылады. Алкогольден келер зияннан, ісіктен, гепатиттен қорғайды. Ішіндегі катехин табиғи түрде ракпен күресіп, ағзадағы майларды ерітеді. Адам ағзасындағы ең үлкен әрі маңызды мүше бауыр болып саналады. Бауыр біздің өміріміз үшін жұмыс жасайды. Егер бауыр шылаққа толса, май басады, цирроз пайда болады, әлсіздік билейді, бой күйездікке бой алдырасыз, семіздік мазалайды, тері өзінің сұлулығын жоғалтады, көзіңіз қарауытады. Сондықтан да бауырдың саулығын сақтап, дұрыс жұмыс істеуін қадағалап, уақытында тазартып тұру керек. Бауырды түрлі әдіспен жуып, тазартуға болады. Ең қарапайым әдістерінің бірі шырындар арқылы тазалау. Сәбіз шырыны тамаша таңдау. Сәбізді шикілей жесеңіз де, шикі сәбіздің шырынын дайындап ішсеңіз де көмегі орасан зор. Тағы бір сусын көктерден дайындалатын сусын. Көктерге қырыққабат, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк пен ақ желкен жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз болады. Ал бірақ сусын әзірлеп ішсеңіз, бүкіл ағзаңыздың жұмысын жақсартады. Бауырды тазалап, емдейді, әрі саулығын ұзақ уақытқа сақтайды.
Егер сіз көк шай пайдалансаңыз, ағзаңызды улы заттардан тазартып, зат алмасу жұмысын жандандырасыз. Ас үйдегі көк шай сіздің арманыңызды әп-сәтте орындайды. Көк шай улы заттарды жоятын антиоксидантқа бай. Бұл сусын майды ерітіп, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне бірнеше шыны қантсыз көк шайды ішуді әдетке айналдырыңыз. Емнің кезінде кофе, қара шай, газдалған сусыннан үзілді-кесілді бас тартыңыз. Ал куркума ас үйден орын алатын дәмдеуіштің бірі. Сонымен қатар бауырдың саулығын жақсартатын қолжетімді дәрі саналады. Таза, тегіс, жаңа, жас теріге ие болғыңыз келсе, бауырыңызды тазартыңыз. Ол үшін куркумадан шай әзірлеңіз. Дайындау әдісі өте қарапайым. 1 шай қасық ұнтақты 1 литр қайнаған суға салып, 10 минуттай баяу отта қайнатасыз. Оған аздап лимон шырыны мен шымшым қарабұрыш араластырып ішкеніңіз дұрыс. С дәрумені мен антиоксидантқа бай цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан да бұл жемістерді жиі жеп тұрыңыз. Лимон, грейпфрут, апельсин, лайм сынды жемістердің ас мәзіріңізден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіз үйде арнайы аппараттың көмегімен ұнатқан жемісіңізден шырын дайындаңыз. Ең тиімдісі әрі пайдалысы лимон шырыны екенін ескертеміз. Қызылша бауырдың айнымас досы. Ол қан айналымын жақсартып, қанды тазалайды. Нәтижесінде бауырдың жұмысы жеңілдеп, артық шлактан арылады. Егер қызылша шырынын сәбіз, лимон, зімбір немесе қарбыз шырындарымен араластырып ішсеңіз, барлық ағзаңызды аурудан сақтап, жалпы саулығыңызды жақсарта аласыз. Ұсынылған сусынды күніне 3 рет 200 граммнан ішіңіз. Емді 1 ай бойы үзбей жалғастырыңыз. Бауырыңыз ауырып жүрсе, алма шырынын, банан, авокадо, сұлы және гүлді қырыққабатты көбірек жеңіз. Өз денсаулығыңыз өзіңіздің қолыңызда. Бүгінгі айтылған пайдалы ақпараттар кәдеңізге жарасын.